Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырыбымыз анафилаксия, немесе анафилактикалық шок. Анафилаксия дегеніміз адамның өміріне қауіп төндіретін аллергиялық шок. Ол бізде қан айналымының бұзылыстарымен, бронхоспазммен, көмейдің стридерімен, ангионевротикалық ісінумен және де есекжемен көрінеді екен. Анафилактикалық шок болған адамда егер де дұрыс ем тағайындалмаса, егер де ол адамда бронхиальды астмасы бар болса, көрсеткішін жоғарылатады. Бұл өте тез дамитын жағдай, сондықтан мұқият болу қажет. Патогенезіне байланысты сырттан аллерген түседі. Ол аллерген иммуноглобулин Емен байланысады және де мес жасушалары дегрануляцияланады. Ол гистамин, триптаза, эозинофил мен нейтрофил хематоксисін бөледі. Гистамин бізде бронхоспазмды тырыш бөлінуін жоғарылатады, қан тамырлардың өткізгіштігін арттырады және де вазодилатацияға алып келеді екен. Бұл бізде анафилактикалық шоктың клиникасын көрсетеді, аллергия кездегі болатын клиникалар. Екінші триптаза ол да бронхоспазмға қатысады. Ал эозинофил мен нейтрофил хематоксисі оларды дәл осы жасушаларды болған жерге шақырады екен, аллерген түскен жерге. Анафилактикалық шок кезінде ол өте шұғыл жағдай болғандықтан өте көп мөлшерде бұл медиаторлардың бөлінуі болады екен де, клиниканың өте тез дамуы болады. Және де бұл заттар бізде мес жасушалардың ішінде дайын күйде болады. Аллерген түскен кезде бірден шығады. Ал лейкотрен, простагландин, тромбоксан, олар осы аллерген келіп түскен кезде олардың синтезі басталынады, синтезі артады және одан кейін барып олар бөлім шығады екен. Бұлардың да қызметі дәл осы клиниканы береді. Этиологиясына байланысты біз екіге бөлеміз. Яғни анафилактикалық шок бұл клиникалар бізде иммуноглобулин Е арқылы жүруі мүмкін, және де онсыз да жүруі мүмкін. Егер де иммуноглобулин Е арқылы жүрсе, біз оны аллергиялық реакция деп айтамыз, біз оны анафилактикалық реакция дейміз. Ал иммуноглобулин Е арқылы жүрмесе, біз оны анафилактоидты реакция дейміз. Яғни анафилактоидты реакция ол аллергиялық реакцияға жатпайды, бірақ дәл осындай клиникаларды береді екен. Бұл кезде иммуноглобулин Е қатыспайды, бірақ дәл солай мес жасушалары дегрануляцияланады екен. Себептеріне байланысты қандай жағдайларда анафилактикалық шок болуы мүмкін. Бірінші, егерде пациент мына өнімдерді қабылдаса, жаңғақ, балық, араның шағуы болса, немесе басқа жәндіктердің шағуы, сүт тағамдары, жұмыртқа тағамдары және дәрілік заттар. Олардың ішінде вена ішіне анестезиялық суксаметоний, пенициллин және басқа антибиотиктер және де латекс өнімдері. Бұл заттар ең жиі кездесетін аллергиялық реакцияны шақыратын заттар болып есептелінеді. Екінші, иммуноглобулин Емен жүрмейтін, яғни бұл анафилактоидты реакция. Бұл бізде дәрілік заттарды қабылдағанда, оның ішінде аспирин, қабынуға қарсы стероидты емес препараттар және опиоидты препараттар. Екінші, физикалық фактор, оған біз жаттығуды және де салқын ауа райын жатқызамыз. Келесі, идиопатиялық, яғни оның себебі анықталмаған. 20% науқастарда анафилактоидты реакциясы бар адамдарда біз оның себебін анықтай алмағанбыз. Келесі клиникасы, анафилактикалық шок, ол бізде шок жағдай болғандықтан есінің бұзылып жатқанын байқаймыз. Көзінде инъекцияның болуы, яғни көзінің қызарғанын, ісінудің болғанын, бетінің қызарғанын көреміз. Ернінде және де шырышты қабақтарда ангиоэдемалардың, яғни олардың да ісінгенін көре алады екенбіз. Және де тыныс алу жолында ентігудің болғанын және де вазоспазмның болғанын. Себебі біз жаңа айтқанымыздай, олар бронхоспазм шақырады. Бронхоспазм бронхтар тарылған сайын ауа тыныс алу төмендейді, сондықтан пациентте ентігу болады екен. Вазодилатацияның, қан тамыр өткізгіштіктің артуының нәтижесінде пациентте қан тамырдың ішіндегі сұйықтықтар тері арасына, яғни жасуша аралық сұйықтыққа көшкеннен кейін теріде ісінеді. Сондықтан осындай ісінулердің және де қан тамырлар кеңейгендіктен ол жерде осындай қызарулардың болғанын көреміз. Қызарып бөртпелер шығуын байқаймыз, қан қысымының төмендегенін, жүректе аритмиялардың болуын, бұл жерде егер мына жерде ара шақты деп қабылдасақ, және де алақанда, табанда, гениталия аймағында қышу болғанын байқаймыз, абдоминальды ауырсыну және диарея болғанын көреді екенбіз. Бұл клиниканың барлығы мына аллергендер организмге түскеннен кейін 15 минуттың ішінде дамиды. Сондықтан бұл бізде аллергиялық шок, яғни анафилактикалық шок деп аталынады. Диагностикасында біз пациенттің клиникалық көрсеткіштерін
қадағалаймыз, клиникасынан байқаймыз. Екінші, біз анамнезін сұраймыз. Сіз 24 сағаттың ішінде немесе жаңа ғана мына қандай препараттарды, қандай тағамдарды қабылдадыңыз деп сұраймыз, немесе дәрілік заттарды сұраймыз. Одан кейін біз пациентте жаңағыдай лабораториялық нақтылау үшін біз триптазаның деңгейін және иммуноглобулин Е-нің деңгейін көре аламыз. Триптаза біз жаңа айтқан мес жасушаларындағы бөлінетін медиатор деңгейі. Ал оның анафилактикалық реакция немесе анафилактоидты реакция екенін анықтауымыз үшін біз иммуноглобулин Е-нің деңгейін анықтаймыз. Келесі емі, біз ең алдымен науқасқа аллергенмен контакты үземіз. Мес жасушаларының, мына жердегі мес жасушалары аллерген әлі де түсе берсе, ол дегрануляцияланып, мына медиаторлар бөле береді. Сондықтан біз ең бірінші контакты жоямыз. Екінші, тыныс алу жолын тазалаймыз. Бұл бізде гипоксияның алдын алады. Қажет болса оксигенация жасаймыз. Үшінші, адреналин немесе эпинефринді береміз. 0,3 мл бұлшықет ішілік береміз. Егер әсер етпесе 5-10 минут сайын қайталаймыз. Неге бұлшықет ішіне? Себебі шок жағдайында организмде перифериялық қан айналымдарында қан тамырлардың керісінше констрикциясы болады. Организмді сақтап қалу мақсатында, ал органдардағы біздегі қан айналымдар кеңейеді. Өмірге қажетті маңызды органдарға қан айналымды жақсы жеткізу үшін. Ми, жүрек, өкпе, бүйрек деген секілді. Ал жаңағыдай аяқ қолдардағы қан тамырларда констрикция болады. Сондықтан біз бұлшықет ішіне саламыз. Сол кезде жаңағыдай қан тамырларын кеңейтуіне және де бұл бізде және өте жылдам әсер етуімен ерекшеленеді адреналинді беру. Төртінші, біз антигистамин береміз, олардың ішінде хлоропирамин. Антигистаминдерді береміз, себебі мес жасушаларынан бөлінген гистамин, ол өзінің жаңағыдай қызметін нысана жасушаларына барып, осы клиникаларды көрсетпес үшін біз антигистамин препараттар береміз. Келесі глюкокортикостероидтар, гидрокортизон. Бұларды береміз, себебі аллергия кезінде ол бізде мес жасушаларының дегрануляциясын, яғни медиаторлардың бөлінуін төмендетеді. Және де дәл осы жағдай екінші рет қайталануының алдын алуға көмектеседі. Қосымша терапия жасаймыз, бета-2 агонистері, яғни бұл бізде өкпеге әсер етеді. Небулайзер түрінде бере аламыз, бұл бронхоспазмды басуға көмектеседі. Инфузияны береміз, яғни организмге вена ішілік сұйықтықтарды енгіземіз. Ол бізде жаңа ісіну болған кезде барлық сұйықтықтың барлығы жаңағыдай тері астына, яғни жасушааралық кеңістікке өткендіктен қан айналымы төмендейді, артериалды гипотензия болып жатыр. Сондықтан біз жаңағыдай ондағы қан айналымында көлемін толықтыру үшін инфузия жасаймыз және оксигенация. Бронхоспазм болғандықтан, пациентте ентігу болғандықтан ол жерде гипоксия болады, сондықтан біз оксигенацияны тағайындайды екенбіз. Кімде анамнезінде аллергиясы бар, кімде анафилактикалық шок болды, ол пациенттерге біз пациент өзі инъекция жасай алатындай адреналин құрылғысын үйретеміз, отбасы мүшелеріне де үйретеміз, және де дәл осындай клиникалар басталар кезінде немесе байқамай мына тағамдарды қолданып қойған кезде пациент өзі бұлшықет ішіне, иығына немесе санына адреналинді енгізе алады. Бұл диабет кезінде инсулинді енгізген секілді, дәл солай адреналинді енгізеді екен. Және де кімде анафилактикалық шок болды, біз оны ары қарай рецидив болмас үшін иммунотерапия жасаймыз, зерттейміз, неге болып жатыр, және де пациентке бұлшық құрылғыны үйретеміз. Егер де біз кез келген аурудың патогенезін білсек, және де оның клиникасын білсек, соған сай біз емін де тағайындайды екенбіз. Назарларыңызға рахмет.